Сәлем достар, зерде арнасына қош келдіңіздер. Үндістан тарихы ұзақ ежелгі мемлекет болуымен қатар, феодалдық салт дәстүрді қазіргі заманға дейін қолданып келе жатқан ел. Бүгін сізге Үндістан туралы сұмдық мәліметтерді таныстыратын боламын. Сіздерді таңғалдыратыныма сенімдімін. Ал ондай болса кеттік. Үндістан мыңдаған жылдық тарихқа ие ғажайып ел болуымен қатар, жаңа замандық танымға үйлеспейтін мәдениеті және қоғамдық жүйесімен әлемге танымал. Үнді мәдениетінің ішінде ең атышулысы касталық жүйе. Касталық жүйе индуизмнен келіп шыққан, қазірге дейін мыңдаған жылдық тарихы бар. Касталық жүйе адамдарды дәрежесіне қарай мынадай 4 топқа бөледі. Бірінші топтағылар брахмин, діни қызметкерлер мен ақсүйектер. Екінші топ кшатрия, сарбаздар, саясаткерлер және олардың әулеттері. Үшінші топ вайшия, фермерлер, бизнесмендер және қолөнершілер. Төртінші топ шудри, жалдамалы фермерлер мен қызметшілер. Үндістанның тарихи шежіресінде касталық жүйенің түсіндірмесі айтылған. Шежіре бойынша үнділердің ата-бабасы әлемнің билеушісі болып танылып, ал брахмин басын, кшатрия қос қолын, вайшия белін, шудри аяғын білдіреді. Брахмин мен кшатрия жоғары мәртебелі топқа жатса, вайшия орта мәртебелі топқа жатады. Ал шудри тобындағылар мәртебесі ең төмен болып, жоғарыдағы 3 топқа қызмет етуші болып белгіленген. Жоғарыда айтылған 4 түрлі топтағы адамдардан басқаларының бәрі дерліктей 5-ші топқа жататын адамдар. Немесе олар далиттер деп аталады. Оларды Үндістанда кесапатты немесе адам баласы жақындауға болмайтын төмен дәрежелі тіршілік иесі деп атап кеткен. Осы 5-ші топқа жататын адамдардың қоғамдық дәрежесі малданда төмен болған. Далиттердің тағдыры туыла сала алдын ала белгіленіп қойған десек те болады. Себебі далиттердің жоғары каста мүшелерімен бірлікте жұмыс жасау құқығы жоқ. Оларды ешкім адам қатарына санамайтындықтан ата-бабасынан бастап басқа касталықтардың аяқ астына тапталып өмір сүруде. Олардың ата кәсібі бітеліп қалған жерасты құбырлары мен көшедегі адам дәреттерін тазалау, мәйітті жерлеу және өртеу сияқты ең лас, ең төмен дәрежедегі жұмыстар екен. Далиттердің Үндістандағы өмір сүру жағдайы қалай? Сонда олардың тағдыры не болмақ? Бүгін сол туралы сіздерге баяндап беретін боламын. Міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Касталық система адамдарды тектілігіне қарай топқа ажырататын қоғамдық жүйе. Касталық құрылым Үндістан, Бангладеш, Шри-Ланка сияқты оңтүстік Азия елдерінде кеңінен етек жайған. Оның ішінде Үндістанның жағдайы ең ауыр. Касталық жүйенің мыңдаған жылдық тарихы бар. Ол қалай пайда болды дейсіз ғой? Ежелгі заманда қазіргі парсылар мен үнділердің ортақ ата-бабасы. Немесе әрийлер Үндістанға шабуыл жасап басып алғаннан соң, халықты басқаруды жеңілдету мақсатында ойлап тапқан түзім. Жергілікті халықты басқару үшін әрийлер өздерін жоғары дәрежеге қойып, сосын төмен қарай адамдарды түрлі дәрежеге жіктеп бөліп тастаған. Дәрежесі ең төмен адамдар қарсылық көрсетуіне және дәреже аттап некеленуіне тыйым салыныпты. Мыңдаған жылдар өтуімен осындай дәрежелік ұғым Үндістандағы орны бөлек дәстүрлі жүйе болып қалыптасып, бүгінгі өркениетті заманға дейін жалғасын тауып келеді. Ежелгі Үндістанда ең жоғары дәрежелі адамдар брахминдер. Олар негізі діни қызметкерлер мен ақсүйектерден құралған. Мемлекет жағынан берілген ерекше құқықтарға ие. Екінші дәрежедегілер кшатрия. Бұл топқа сарбаздар, саясаткерлер және олардың әулеттері кіреді. Олардың қызметі мемлекеттің қарулы күштері мен саясатын басқару. Үшінші дәрежедегі вайшняның ерекше құқықтары жоқ. Олар шаруашылық және саудамен айналысады. Төртінші дәрежедегі шудри қарапайым халық ретінде танылып, жалдамалы фермерлер мен қызметшілер ролын атқарады екен. Шудри тобындағылар Үндістандағы халықтың көп бөлігін құрайды. Ең соңындағы касталық жүйеге кірмейтін топ далиттер. Тіпті Үндістанда оларды адам қатарына қоспайды. Далит сөзі үнді тілінде қысымға ұшыраушы, тізе бүккен деген мағына береді. Касталық жүйе тұқымын қуалайтын түзім болғандықтан, егерде кімнің қай кастаға жататындығы анықталған болса, оны өзгерту мүлдем мүмкін емес. Атадан балаға, баладан немереге дейін сол топта қала береді. Бір адамның қоғамдық дәрежесінің жоғары төмендігі, экономикалық жағдайының жақсы жамандығы касталық жүйемен тығыз байланысты. Касталық мәртебе адамның фамилиясы, аты жөні сияқты қалағанынша өзгерте беретін нәрсе емес. Өздерінің тектілігін, қандарының тазалығын сақтап қалу үшін жоғары кастадағы адамдар тек жоғары мәртебелі касталықтармен некеленеді.
Егер жоғары кастадағы еркек төмен кастадағы қызбен некеленетін болса, қыз жақ жасау ретінде еркек жаққа ақшалай және мүліктей төлем төлеп, күйеуге шыққан қыз өз отбасымен барлық байланысын үзуі шарт. Егер жоғары кастадағы қыз төмен кастадағы еркекке күйеуге шықса, отбасының абыройына дақ келтірген болып есептеліп, отбасы мүшелері одан қарым-қатынасын үзіп, қайта үй табалдырығын аттауға тыйым салады. Егер жоғары кастадағы қыз далиттық еркекке күйеуге шықса, отбасы мүшелері жағынан қызды абыроймен өлтіретін болған. 1947 жылы Үндістанда касталық жүйе заң жүзінде күшінен қалдырылғанына қарамастан, қазіргі өркениетті заманда әлде талай касталық абыроймен қыздарды өлтіру жағдайы туылу үстінде. Ойлап көріңіз, мұндай жағдай қандай қорқынышты десеңізші. Үндістанда жоғары кастадағылар мен төмен касталықтарды ажырату өте оңай. Терісінің түсі аппақ, сұлу келген, түр тұлғасы еуропалықтарға қанша жақын болса, жоғары касталықтар екендігін білдіреді. Түрі қара келген, терісінің түсі африкалықтарға жақындары, төмен касталықтар. Ал киім киісі нашар, терісі қара, кедей районда өмір сүретіндердің көбі далиттер. Ал жоғары касталық брахминдердің ішінде терісі қаралары да кездеседі. Бірақ оларды киім киісіне қарай ажыратуға болады. Олар көбінесе үнді дініндегі діни лауазымы бар адамдар. Үнділердің қай кастаға жататынын ажырататын тағы бір жолы бар. Ол болса фамилиясына қарай ажырату. Мысалы фамилиясы Шарма, Зингер, Шах, Гандидан басылатынның бәрі жоғары касталықтар. Ал Раждан басылатынның екінші топтағы каста Кшатрияға жатады. Қазіргі Үндістанның премьер-министрі Нарендра Моди орта кастадағы Вайшнядан шыққан. Орта дәрежелі кастадан мемлекет басшысына дейін көтерілу Үндістанда өте сирек кездесетін жағдай. Ал төмен кастадағы шудри мен далиттер Моди сияқты каста аттап, ел басшысы болу Үндістан тарихында қазірге дейін болып көрмеген. Өздерінің мәртебесін басқаларға білдіру мақсатында кейбір үндістандық жоғары кастадағы еркектер қолдарына жіптен жасалған рақи деп аталатын білезік тағады екен. Брахминдерде мақтадан, Кшатрияда кендірден, Вайшна жүн жіптен жасалған білезік болады. Айтуларға қарағанда, егер жоғарыдағы үш түрлі кастадағы адамдар далиттердің тонауына ұшыраса, қолдарындағы білезігін көрсетсе болғаны тонаушылар қорқып қашып кетеді деседі. Ал әйелдер болса қасының ортасында қызыл белгісі барлары, жоғары немесе орта дәрежелі касталықтар. Қасының ортасында қызыл белгісі жоқ, түрі әдемі, киім киісі жарасымды әйелдер болса басқа дінге сенуші әйелдер болуы мүмкін. Себебі бұл елде 200 миллионға жуық немесе Үндістан халқының 15%-ын құрайтын мұсылман қауымы өмір сүреді екен. Үндістанда болған қылмыстық істердің көбі төменгі кастаға жататын адамдардың арасында туылып, үнемі қырылыс төбелес сияқты қайшылықтар туылып тұрады. Ал төменгі кастадағы адамдардың жоғары кастадағы адамдарға шабуыл жасауы, қасақана төбелес шығару немесе ұру сияқты жағдайлар өте аз. Себебі төмен касталықтар мен далиттер жоғары касталықтар өмір сүретін райондарға жақындауына тыйым салынған. Қазіргі таңда касталық жүйе Үндістан қоғам мен экономикасының дамуына үлкен кедергі келтіруде. 1947 жылы Үндістан Ұлыбританияның отарлауынан егемендік алғаннан кейін, адамдардың тепе-теңдік құқығын қорғау мақсатында касталық жүйені заң жүзінде күшінен қалдырды. Үндістандағы 83% адам индуизм дініне сенетіндіктен, касталық жүйе адамдардың санасы мен қанына әбден сіңіп кеткен. Сондықтан касталық жүйені түп тамырмен жұлып тастау қиынға соғып отыр. Өркениетті заманғы Үндістанның қоғамдық құрылымында касталық жүйенің ықпалы үлкен, атқаратын ролы зор екенін бәріміз біле бермейміз. Егер жоғары кастадағы адам көшеде жүрген далиттерді көріп қалса, алдымен күнге бір қарап тәубасын айтып, Құдайынан далиттердің бойындағы жамандықтарды өзінен аулақ етуін сұрайды. Ал түнде далиттерді кездестіріп қалса, міндетті түрде Ганг өзеніне барып суға шомылып, бойындағы жамандықтарды кетіреді. Себебі үндістандықтар далиттердің бойында ең харам жамандықтар бар деп ойласа керек. Тіпті Үндістандағы ауыл қыстақта тұратын төменгі касталықтар жол жүргенде өздерінің көлеңкесі басқалардың денесіне түсіп қалудан сақтанып, адамдарды айланып өтеді. Кейбіреулері жол жүргенде жоғары касталықтар өзінің аяқ ізін басып кетпеу үшін жүрген жолын сібірткімен сыпырып отырады екен. Біз үшін алып айтқанда жоғарыда айтылған жайттер адам миына сыйғысыз болып көрінгенмен, бірақ осы жайттер Үндістандағы касталық жүйенің қоғамға зияны шексіз екендігін аңғартады. Ал далиттердің бүгінгі тағдырына келетін болсақ, қазіргі таңда Үндістандағы көз ашық адамдар касталық жүйенің қоғамға зиянын байқап, далиттіктерге көмектесіп жанашырлық көрсетуде.
Көптеген саяси қайраткерлердің арқасында далиттіктер мектеп пен жоғары оқу орындарына түсіп білім алу, бұтханаға барып табыну және әлеуметтік орындарға бару құқықтарына ие болды. Қазіргі Үндістан қоғамында орта жарып шыққан далиттер үкіметте депутат болып жұмыс жасауда. Бұрын осындай құқықтарға қол жеткізу далиттер үшін мүмкін емес еді. Кейбір Үндістандағы жоғары каста өкілдері оларға түсінікпен қарап, далиттер біртіндеп Үндістан азаматтарына тән құқықтарға қол жеткізуде. Бірақ касталық жүйе жақын арада жойылып кетеді деп ойласаңыз қателесесіз. Жоғарыда айтылған дәрежеге жеткендер тек далиттердің аз бөлігін құрайды. Көп санды далиттер қаланың сыртындағы лас әрі кедей районда тұрып, ең лас ең ауыр жұмыстары жасап өмір сүруде. Үндістанда әлі көп бөлім далиттердің тағдыры касталық жүйеге байланысты. Біздің қазақтар 300-ге бөлінсек те үндістер сияқты кастаға бөлінбегеніміз үшін Аллаға шүкір. Үндістанмен салыстырғанда біздің елімізде әділдік бар, азаматтардың тепе-теңдік құқығы қорғалған деп ойлаймын. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Төмендегі комментарияға сөз қалдырып, біздің каналға жазылып кетулеріңізді өтінемін. Келесі кездескенше аман сау болайық. Ел аман, жұрт тыныш болсын. Сіздерге әрқашанда зор денсаулық, мол байлық тілеймін.